Қайырлы күн. Бүгін пропорцияға мысалмен қатынасқа байланысты есеп шығаратын боламыз. Мысалы, пропорция деген не? Пропорция деген екі қатынастың теңдігі. Ал қатынас дегеніміз екі санның бөліндісі. Пропорцияда алдыңғы және ортаңғы мүшелері болады. Алдыңғы мүшелері деп берілген пропорцияда 36 және 6 сандары бізде алдыңғы мүшелеріне жатады. Ал 27 және 8 сандары болса бізде ол ортаңғы мүшесінде жазулы тұр. Яғни ортаңғы мүшелері. Пропорцияны орындаудың ең оңай жолы оны бөлінді түрінде жазып алыңыз. Мысалы, 36-ның 27-ге қатынасы, бірінші. 36-ның 27-ге қатынасы тең 8-дің бізде 6-ға қатынасы. Яғни оқылуы 36-ның 27-ге қатынасы 8-дің 6-ға қатынасына тең. Енді қараңыздар, осылай бөлінді түрінде жазып алғаннан соң, оларды қалай орындаймыз? Мынау екі шетінде тұрған, ең шетінде тұрған екі санымыз, бұлар бізде алдыңғы мүшелері. Ал дәл ортасында тұрған, яғни теңдіктің екі шетінде тұрған сандар, бұлар ортаңғы мүшелері деп аталады. Есептелуі. Бірінші алдыңғы мүшелерін көбейтеміз. Яғни алдыңғы мүшелер бізде екі шетінде тұрған сан. Олар 36 және 6. Ол тең болуы керек ортаңғы мүшесінің көбейтіндісіне. Яғни 27 мен 8-дің көбейтіндісіне тең болуы керек. Яғни пропорцияны орындаған кезде, егер сізде мына түрде берілген пропорцияны табу қиындық туғызса, онда бөлінді түрінде жазып алыңыз. Бөлінді түрінде жазып алғаннан соң, екі шетіндегі санға ортасындағы екі санды, яғни ортаңғы мүшелерін көбейтіп жіберіңіз. Мысалы, дәл осы пропорцияның кез келген біреуін x деп алайын. Мысалы, 36-ның x-ке қатынасы тең 8-дің 6-ға қатынасы дегенде, x деп тең етіп 6. Осылай жасап алғаннан кейін x-ті қалай табамыз? Дәл мынаған сүйенеміз, яғни пропорцияны бөлінді түрінде жазып аламыз. 36-ның x-ке қатынасы тең 8-дің 6-ға қатынасына. Енді көбейтінді түрінде жазып алайық. Бұл жерде 36 мен 6 көбейтіледі. Тең x пен 8 көбейтіледі. Көбейткіштерін орналасқанмен көбейтінің мәні тең. Осылай көбейтіп алғаннан соң кәдімгі бізде теңдеу шықты. Нәтижесін табамыз. Теңдіктің екі жағында санын орын ауыстырып жібергім келіп тұр. Себебі мына x-ті бірінші жазғым келіп отыр. Теңдіктің екі жағында орнын ауыстырғанда ештеңе өзгермейді. Демек, 8 көбейту x тең деймін де, мынаның көбейтіндісі мына жерге жазамын. 36-ға 6-ны көбейткенде бізде 216 деген сан шығады. Міне қарапайым теңдеуге айналып келе жатыр. X тең, енді теңдеудің мәнін табамыз. Мұндағы көбейту теңдіктің екінші жағына ол бөлу, яғни кері амалмен бөлу болып өтеді. Демек, 216-ны 8-ге бөлсем, жауабы 27 болады. Дәл осы әдіспен сіз кез келгенін x-ның белгісіз мүшесі, қай жерде тұрса да, сіз осы әдіспен орындай бересіз, яғни теңдеу құру арқылы. Және бұл жерде жаңа пропорцияны дәл осы жерден де көбейтуге болады. Яғни біз білеміз, мына 36 және 6 екеуі бізде алдыңғы мүшесі. Екеуінің көбейтіндісі, екеуінің көбейткенде шыққан сан, мына екеуінің көбейтуіне тең болуы тиіс. Келесі бізде қатынасқа байланысты есеп. Мәселен, 350 грамм тұзды су ерітіндісі дайындалды. Мысалы, мен сізге тапсырма берем, 350 грамм тұзды су ерітіп алып кел деймін.
Сіздің қолыңызда дәл қазір 350 грамм тұзды су бар. Тұз бен су араласқан тұзды ерітінді бар. Ондағы тұздың массасы судың массасының 2-ден 5-ке қатынасындай. Қараңыздаршы, бірінші бізде тұздың массасы деп айтып тұр. Тұздың массасы. Демек, 2 ол бізде тұзға тең. Тұздың деп бірінші айтып тұрса, онда бірінші санды қараңыз. Судың массасының деп тұр. Судың. Демек, бізде қайсан суға тең? Демек, бұл жерде су ол 5-ті жазып отыр, е? Бұл қатынас, міне осылай. Бұл қатынас бізде 2-ның 5-ке қатынасы, бұл жалпы мысалы біз пропорцияда есептейміз ғой, 12-ның 16-ға қатынасы деп, мысалы 12-ның 16-ға қатынасы деймізде бөлшекті қысқартып жібереміз. Бұл қатынасты өткен тақырып кезде. Мысалы, екеуі де 4-ке қысқарады. 12-ні 4-ке бөлсем 3, 16-ны 4-ке бөлсем 4. Демек, жауабы 4-тен 3 шықты. Мысалыға, дәл осы қысқартылған соңғы нәтиже бізде 2-ның 5-ке қатынасы екен. 2-ның 5-ке қатынасы. Дәл осы қысқартылғаны соңғысы, е? Ерітінің құрамында неше грамм тұз, неше грамм су бар екенін анықтау керек. Біз тек қана білеміз, жалпы 350 грамм бар. Оның ішінде тұз да бар, су да бар. Тек қана бізге қосымша ақпарат, оның қатынасын беріп отыр. Осы қатынасы, жай ғана қатынасы пайдаланып, біз қанша грамм тұз, қанша грамм су бар екен бірден анықтай аламыз. Ол үшін бірінші амал қатынастарды қосып шығасыз. Яғни 2-ның 5-ке қатынасы, екеуін қосасыз. Жалпы қатынас шығады. Демек 7. Енді бізде бұл жалпы қатынас, жалпы берілген бізде судың ішінен бөліп ал дейді ғой. Су бізде тұзбен, ерітінді тұзбен судан құралғандықтан, 2 құрамнан тұрғандықтан, бұл 2 нәтиже шығуы керек, е? Бірақ бізде осы екеуін қосқан кезде, яғни жалпысы екеуін қосқан кезде жалпысы 350 грамм болып тұр. Демек, екінші амал осы 350 граммды қосқан, бұл жалпы қосқан жалпы қатынасымыз 7. Осыған бөлем. Яғни 1 граммда қанша екен білу үшін. Жауап 50. Ал кеттік. Енді үшінші амал бізде дәл осы қатынастар 2 мен 5 қой. Демек, шыққан нәтижеге 2 мен 5-ті жеке көбейтіп шығамын. Осы 50-ге қатынаста берілген сандар 2 сан болсын, 3 сан болсын, неше сан болса да, соның барлығына ерінбей көбейтіп шығамыз. Демек, 50-ді 2-ке көбейткенде 100, бұл бізде 2, қатынаса 2 деген мән ол тұзда. Демек, 100 грамм бізде тұз. 350 граммның ішінде. 50-ді 50-ге көбейткен кезде 250. Бұл демек бізде су. Демек, 100 грамм тұз, 250 грамм су бар. Екеуін қосқан кезде біздің 350 граммымыз шықты.